11-ші қара сөз. Осы елдің үнем қылып жүргені немене? Екі нәрсе: әуелі ұрлық, ұры ұрлықпен табам деп жүр. Иесі артылтып алып, тағы да байымын деп жүр. Ұлықтар алып берем деп даугерді жеп, құтқарам деп ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып алам деп, ұрыға атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екінші: бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең кеп боласың, бүйтсең кек аласың, мықты атанасың деп, ауқаттыларды азғырғалы әлек болып жүр. Масса мен соған керек болам деп, қыздырып алып өзін бір ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар пәлі-пәлі, бұл табылған ақыл деп, мен сені бүйтіп сүйеймін деп, ананы жеп сені бүйтіп сүйеймін деп, мынаны жеп жүр. Қара халық менің сонша үйім бар. Мұнша ауыл аймағымен сойлыңды соғайын. Дауыңды айтайын деп, қай көп бергенге партиялас боламын деп Құдайға жазып. Жатпай тұрмай салып жүріп басын, ауылын, қатын баласын сатып жүр. Осы бір ора. Бұзақы жоғалса, жұртқа ойда түсер еді, шаруада қылар еді. Бай барын бағып, кедей жоғын іздеп, ел секілденіп талапқа, діреуге кірісер еді. Енді жұрттың бәрі осы екі бүлік іске ортақ. Мұны кім түзейді? Антның, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткені ме, ұрыны тыю да оңай болар еді. Бірақ осы бұзақының тіліне еретұғын, азатұғын байларды кім тияды?